Қайырлы күн ағай. Енді алдағы келе жатқан еңбек күні мерекесіне орай еңбек жолы өнегеге толы жастарға үлгі боларлық тұлға ретінде сізден сұхбат алуды жөн көрдік. Бірінші сұрағым, біз алғаш еңбек жолыңызды қандай мамандықтан бастадыңыз, неден бастадыңыз? Қайырлы күн. Мынау еңбек мерекесі құтты болсын деп облыстық білім басқармасының жолдамасымен Айша орта мектебінің мұғалімі болып орналастым. Сол мектепте әуелі мұғалім болдым, артынан мектеп директорының оқушы жөніндегі орынбасары болдым. Мектеп жанында интернаттың меңгерушісі болдым. Сөйтіп сол мектептің қабырғасында 10 жылдай қызмет еттім. Одан кейін еңбек жолымда сол кезде Айша орта кеңшар болды. Сода құрылыс саласында қызмет еттім. Құрылыс саласында қызмет етіп, сол кезде партияның уақыты, мен коммунистік партияның беделі мықты ғой ол кезде. Партия қатарына интеллигент өкілдерін алмайтын еді. Сондықтан мен совхозға жұмысқа ауысып кетіп, сол жылы коммунистік партияның қатарына өттім. Ол 88 жылға дейін сол совхозда қызмет жасадым. Содан кейін аудандық партия комитетіне жауапты қызметке кеттім. Аудандық партия комитетіне жауапты қызмет атқардық. Одан 1989 жылдан бастап 91-ге дейін істедім. 91 жылы Совет одағының тарауына байланысты коммунистік партия күйреді. Содан партия жабылып қалғаннан кейін аудандық ауыл шаруашылық басқармасында жетекші маман болып қызмет еттім. Одан кейін аудандық совет деген болды. Аудандық советтің президиумы, сол президиум аппаратында қызмет жасадым. Аппарат жетекшісі болдым. Содан кейін бұл институтта таратып жіберді. Ол кезде жоғары кеңес, сол жоғары кеңестің өзіне тарату деген болды. Соны таратып жіберді. Содан кейін жергілікті төменгі құрылым бәрі тарады. Тарап қалғаннан кейін аудандық білім бөлімінде маман болып жұмыс істедім. Одан кейін аудан әкімінің аппаратында ұйымдық құқықтық және кадрлармен жұмыс бөлімі меңгеруші деген лауазым ашты. Сол лауазымда қызмет жасадым. 95 жылы келдім. 2006-ға дейін сода қызмет жасадым. Әрі қарай аудандық ішкі саясат бөлімі деген мемлекеттік мекеме ашты. Соның 8 жылға жоқ басшылық жасадым. 2013 жылға дейін жасадым. 2013 жылы аудандық білім бөлімі деген мемлекеттік мекеме, соның басшылық қызметін жасап, кенет демалысқа шықты. Бұл жастар саясатымен айналыстым біздер. Қазір мекемелер ғой, жастар Иә, біз ішкі саясат. Соны мен құрған. Мен өз қолыммен соның ережесін жасадым. Облыста еш жерде салмаған, біз ең бір жасағанбыз. Соны мен 2013 жылы жастар ресурс орталығын құрдым. Оның ережесін барлық штаттық құрамын бәрін бекіткен мен істеген. Енді мен деп айтқаным өзі ұяттау болатын шығар. Егер аудандық әкімдіктің құрылымы ғой. Алғаш рет ішкі саясаттың қосымша жаңағы штаты осы жастар ресурс орталығы болды. Сізде қазір Мырзахан деген азамат бар ғой. Сол екеуін ғана мен уақытында істедім, қалған ветераны істеді. Тамаша ағай, жарты ғасырға жуық өміріңізді осы еңбек жолына арнаған екенсіз. Енді сол әр саланың ішінде сізге өзіңізге ең ұнамды болған, ең жақын болған сала қайсысы? Енді қай салада еңбек етсең де таза, шынайы беріліп, бойымдағы жақсы алған біліміңді, жинаған тәжірибеңді, бойымдағы ерекше адамның қабілеті бар, солардың бәрін дұрыс бағытта жұмсаса, бәрі де жүрегіңе жақын болады. Кейінгі ұрпаққа жүрген жолымыз дұрыс болды деген ниетпен қызмет жасадым өзіме. Ол енді ішкі саясатты жасайын, мен білім бөлімін басқарайын, аудандық партия комитетінде болайын, ауыл шаруашылық басқармасында болайын. Негізі бағытымыз бір түзу жолмен жүрсек, қоғамға, елге аз көп пайдамыз тисек деген ниет, мақсат болды менде. Сіздің өзіңіздің балаларыңыз, өзіңіздің інілеріңіз бар шығар, сіздің саланы таңдаған, білім жолын таңдаған балаларыңыз бар ма? Менің өзімнің отбасында мен негізі 4 бала әкелдік. Соның 3-і қазір бар, үйлі, баранды. Әрқайсысы ең үлкенім сол жаңағы заң бітірді. Одан кейінгі қызым
екінші бітірді, Ақтөбе Жұбановтың географиясын бітірді, сосын мемлекет басқару деген бар ғой. Соны бітірді. Ең кіші қызым да 2 жоғары оқу орнын бітірді. Біреу экономист, бір мамандық, біреу жаңағы мына жол саласы бар қазір, жол саласының мамандығы. Әрқайсының отының басы бар, немерелерім бар, шүкір жақсымыз. Ағай, енді осы еңбек жолында өзіңіздің ұстанатын басты 3 қағидаңызды айтып өтсеңіз. Осы жылдары ұстанған нақты бір 3 қағидаңыз. Қандай қағидаларға сүйендіңіз еңбек жолында? Енді мен жаңада алдында айтып кеттім, менің ең басты өзім ұстанатым адалдық, әділеттікті ұстаймын. Сосын мына тәртіп бар ғой, тәртіп. Кәдімгі тәртіп болса, басқа қиянат, ешкімге ештеңе жасамасақ, мына қарау, енді мен бастық болған адам көбіне. Қарауымдағы адамға қиянат жасамасам, олардан жаңағы өзім жеке басыма байланысты бір артықшылықты пайдаланбауды өзім мақсат қылып қойған адам. Жалпы тазалық жақсы көремін. Тазалық жақсы көремін, тәртіп жақсы көремін, адалдықты жақсы көремін. Себебі қазіргі мына мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев адалдық депті ғой. Адалдық, адал азаматтар қоғамда көбірек болса, мемлекеттің басына қызметі сондай адамдар өсе, меніңше әлде де біз жақсарын қарар едік. Енді соңғы сұрағым осы, мен секілді, біз секілді жас мамандарға сіз өзіңіздің өмір жолыңыздан, еңбек жолыңыздан қандай үлгі айтар едіңіз, қандай кеңес берер едіңіз жас мамандарға? Мана өздерің қазір алған білімдеріңді, соны таза жолмен жүзеге асырсаңдар, білімді жүзеге асырсаңдар. Алған мамандықтарың бар, сол мамандықта адал болсаңдар, соны өздерің жүректеріңмен қалап сүйсініп тұрсаңдар, онда сол істеген еңбектерінің нәтиже шығады деп ойлаймын жастарды. Жастардың санасы ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген жастар басқа ақпаратқа еріп кетпейді, дұрыс жолда жүреді деп есептеймін. Істеп жатқан шаралардың бәрі кейде көңілге қонады, енді жас болғасын албырықта болып тұрады, қателікте болып тұрады. Өмір болғасын қателіксіз өмір болмайды. Пенде қателеседі, бірақ істеген қатесін өзі біліп, келесі қайталанбаса, одан бір тұлға шығады деп ойлаймын. Жақсы ағай, бізбен сұхбаттасуға уақыт бөлгеніңіз үшін көп рахмет. Сіздің айтқан үлгі өнегеңізді алдағы еңбек жолында қолданамын деп сенемін. Сізге көп рахмет. Саған да рахмет айналайын. Менімен сұхбат алғаныңа азды көпті осының бойында бір нәрсе бар ау. Соны алып қалып өмір жолымызға пайдалан деген сендерге рахмет. Сау бол. Сау бол.